әйел кісінің шашы мүлде көрінбеу керек. Шаш мәселесін тіпті қып айтайынша, әйел кісінің шашын тарағаннан жиналған шаш, бұлай өзі түскен шаштың өзі әурет болады, біліп аңыздар. Басында тұрған шашы болсын, қолына түскен шашы болсын, екеуі де әурет. Тек қана қаперсіз, әдейі емес, бірең сараң шаштар Алла тағала өзі кешеді. Бірақ әдейі домалақ жұмыр шаштардың жатуы біріншіден көзге жаман, екіншіден ол харам болады. Үйіңізде әйел кісі шашпау тағып өз еркімен жүруіне болады. Сөздің түйіні, әйел кісінің бір тал шашы көрінсе, қиямет күні пайғамбарымыз айтқан, шашынан сүйрелеп жаһаннамға апарып ілініп қояды дейді, жаһаннамда, дозақта. Ол үлкен нәрсе. Оған күйеуі риза болса, күйеуі де бірге кетеді. Одан сақ болғанымыз жақсы болады.